Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm bауырлар. Şeriatта туған туысқандардың қадір құрметі, ата-ананың қадір құрметі деген нәрсе бар. Бұлардың ішінде бірінші ата-ана жөнінде Құр'ан-ы Кәрімде көп айтады, әр жерде келеді. Саад бин Аби Ваққас радиаллаху анхудың анасы атақты Абу Жахилдің не қарындасы, не апасы Хамна деген әйел. Саад бин Аби Ваққас мұсылман болғанда, ей Саад, сонда Саад 13 жасар бала. Ей Саад, мынау не маған жеткен хабар? Валлахи, егер сен мына дініңнен қайтпасаң, мен ішіп жемеймін деп нәр татпай 3 күн бойы жатып алды. Сонда Саад радиаллаху анху ананы қимайды, пайғамбарымызға келіп, я Расулалла осындай болатыр дегенде, Аллах Таала Құр'ан-ы Кәрімнен аят ендіріп, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا деп аят келтірді. Егер атанаң әрекет қылса, сені мүшрик етуге, діннен шығаруға, басқа дінге тартуға надандықпен, оларға бағынба деді. Хоп, осы жерде «Уасахибхума фи дүния ма'руфа». Жарық жалғанда оларға жақсылық қыл деді. Енді атанам кәпір бол деп тастай сал деп Алла Құр'ан-ы Кәрімде бұйырып тұрған жоқ. Ал біз білеміз, мына Иегова куәгерлері 90-дағы шалды өзінің үйінен баласының қуып шыққаны, айдалаға лақтырғаны туралы. Оны да дін деп еріп жүрген айуандарға не деуге болады? Ал мына жерде Құр'ан-ы Кәрімде Аллах Таала ата-анаң кәпір болған күнде, басқа дінде болған күнде оларға жақсылық етуге бұйырып тұр. Енді ата-анаға құрмет, оны сыйлау ислам шариғатында өте қатты айтылған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ве sellem өз сахабаларын Мәдине Мұнауараға жіберіп жатқанда біреулері келді, я Расулалла, маған хижратқа рұқсат беріңіз. Ал мына жақтағы пайғамбарымыз әрқайсының жағдайын біледі. Мына жақтағы бала-шаға нелерің қандай болып жатыр? Мен ата-анам жылап қалды деді біреуі. Сонда пайғамбарымыз, сен бар ата-анаңа, жылаған қабағын бас, күлдір, сен солармен бірге бол деді. Енді біреуі, ата-анам не қылайын осындай қызметке зәру, енді мен олар тастап кетсем қандай болады дегенде, сен солардың жолында қызметіңді жасай бер, соған жихад сал, сол саған жихад деді. Сен бар ыждағатыңды соған сал деді. Демек, ата-ананың құрметі деген бұл ерекше нәрсе. Алла қасындағы ең жоғары дәрежелердің біреуі. Исламияттағы ширктен кейінгі күнәлердің 7 күнәнің ішіндегі ең қиынның біреуі ақпадар болу, ата-анасына ақ болу, оларды бағынбай кету мәселесі өте ауыр қылмыс. Аллах Тағаланың кешпейтін күнәсінің біреуі осы. Ата-анасын жылап, қалып қою, олар тастап кету. Исламияда бұл өте ауыр қылмыс. Ал біздерде сол үйді бәлен жыл өмір сүріп, осы үйді салып, балдарын өсілсін, жетілсін, адам болсын деп жүргенде, сол үйді соның өзіне тар көріп, соған сыйғызбай ата-ананы кәрілер үйіне тапсырып жүргендер жоқ па? Ол Құдайдың жүзін ертеңгі күні ақыретте қайтып көреді.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde aytadi: "Urugima anfu raculin vecede abawahul kibara indahu." Bir kişi kor boldu deydi. Nege? Onun atanası kolunda kärlik yaşına jetti. Falam yudkhilahul cennet. Onun cennetke kirüne sol atana sebepçi bolmasa, onday bahtsız, onday sormangday yok degen. Ey ata anan köz aldığında hizmetin jasap, solardın еңбегin jasap, az gündük sonun hizmeti menen, son duasını aluu menen, rizalıgını aluu menen sen jeteyin dep turgan mertebeden kaluu degen bul. Birödün atanası emes koy. Endi sodan mahrum bolu bul eş kanday akılga kirmeytin nerse. Al menin bayqawım körüp жүрgönüm. Balalar ösöt. Öskünçe atananın balası, öskünün kinçe katının katına basqıştın emes. Ana yesek anam. Ana katın minip alıp qıq dese, mına жағына жүрür, qıq desen былай жүрür. Бұл атанanın бәрін жиыстыртпастay sol katının астында жүрür. Ертең күні оның ақыреті қандай болады? İmam, endi men kitaplarda görüyorum, İmam Hasan beken, Hasan, yaki Hasan Basri ma. Hasan bolsa İmam Hasan peygamberinin nemeresi, sahaba. Hasan Basri bolsa ol tabi'in. Sol kişilerden aytkan sözü var. Kim ata-anasını sıylamasa nesibesigen bolat deydi. Al. Endi ne boldu endi? Ata-anasını sıylap, onun hürmetini alıp, duasını alıp, jarık jalganda bar hizmetini jasap ötse, onun nesibi de bolad eken, ahiret de bolad eken, bari bolad eken. Endi osu yerine gelgende ne aytamız? Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhu'nun janına bir adam gelip, men kudayırıp kaldı. Her türlü adamlarga yerdim. Men kılmısker boldum. Endi istemegen belem kamadı. Men murjiya degen kavimlarga yerip ketip edim. Endi men tövbe kıludun jolu barma dedi. Sonda anan tirima dedi. Yok dedi. Onda endi men aytalmayman. Kudayga jalınıp jılay ber dedi Abdullah ibn Abbas. Sonda bul vahigani anaga adam ketdi. Endi bul men estigen bir tabi'inlerden biröw gelip, siz sonun anasın surapsız, anası tiri bolsa ne bolar edi dedi. Söýtüp edi aytdı. Kança küne kılsa da anasın riza kılıp sonun duasını alsa, odan juulmay kalatın künenin bar ekenin bilmeymin dedi. Aynen Peygamberimizin hadislerinde aytadı. İmam Bukhari'nin Adab Mufrad kitabında var. Başka da kitaplarda var. Endi bendemiz her türlü jagdayga tusup kalıp günahkar bol, başka bol jürgünlerimiz az emes. Endi sol biröwle tövbe kılgısı geledi. Atanası yok. Ötüp ketdi. Bagasın bile almadı. Keş kaldı. Ökünedi. Endi başka jolu yok ba dep suraganda Peygamberimiz ananın äpkesi var mı? Ananın singlisi var mı dep suragan. Sonda bar degende solardın duasını al degen. Demek mesele gaýly ýatyr. Al endi bizdin kebir tuğuskanlarımız ol, tuğuskanın ötüp ketken belen wagt bolan keyin, onun keyin jylap bargan bolady, közüň agarsın senin. Olardyň awurup sırka bir türlü jagdaýda jatkanda sonu aldyna keldiseň boğuşun bolmawşym et. Tirisinde sonun aldyn habaryny alsaň bolmawşym et. Dermegine baskasına, her türlü jagdaýyna hizmet etip karasa bolmawşym et. Abdullah ibn Umar radıyallahu anhu Mekke-i Mükerreme'de hacılıkta jürgen eken Ka'bany tawap etip. Bir adam Yamandan anasını arkalap kepti. Ka'bany tawap etip jür.
inni lehâzâ ba'îruhal müzellel in uz'irat rikâbuhâ lem uz'ar dep ana niyetip yürüp. Men onun tüyösümün anamның. Onun жаңағы üzöngülügü ayak orap olay bulay kısayıp netedi goy üstünde oturgan adam terbeledi. Solay bolsa da men bil kötpey kızmet kılamın dep so anasını arkalap Ka'bany taw ettirip yüreken. Abdullah ibn Umar'dı közesip kalıp "Ya ibn Umar atarani cazaytuha" dedi. Ne Abdullah ibn Umar Hazreti Umar'dın balası. Men mına anamның qarızın ötödü dep oylaysın ba dedi. Del sol jagdayda. Sonda ol kişi cevap berdi. La velev bi talqatin vahida. Yok, sen ananның bir tolgağının hizmetin eli qaytar algan joksun dedi. Al. Bugan ne deyimiz? Mekke men Yamanның arası kança şakırım? Sonu arkalap kelgen adamның estigeni so boldu. Bul jarık jalganның jırtığı sol dünya dep jürüp ata ananın bagasına jetpey, olardan kadirine jetpey wagt ötküzüp ahmak bolup jürüt. Sütötte keyin jılap Kudayga dua kılat, baska kılat. Onun kabul bolar bolması endi Allahu alam. Sonday bolgan eken tuğuskanın kadirin bilүү керек. Atananın kadiri жаңағыдай. Al Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz hadisinde var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytad. Namaz okudun ba? İya. Sen namaz okuganыңda atananның hakkına dua kıldın ba? Al bizden adamlar oylaydı. Dua kılsa ana namazda esselamu aleyküm ve aleykümselam namaz bitti Allahu akbar endi oturup жаңағы tasbih tartып gün dua. Onday emes. Peygamberimizin aytıp oturganı namazdan selam vermey turup dua kıluu atanaga. Hadiste aytadı Allah Taala'nın bendenin moyundagısı aksı түспейді deydi. Atanaga dua etpey. Onun Kudayдың aksıydı atanasına dua etүү. Mene son namaz okudun, son namazdın okugandı selamının aldığında birinci osal atananın duasını jasa, ondan keyin duanı ayta bir. Kur'an-ı Kerim'de ol turalı köptegen ayatlar var. Hazreti İbrahim aleyhisselam Rabbana gfirli ve li validayya ve lil mu'minina yevme yakumul hisab deb dua etken. Rabbana gfirli Kudaya meni jarılga İbrahim'de. Veli validayya meni atanamdı jarılga. Velil mu'minine hem mu'min iman keltirgen bendilerin jarılga. Kıyamet hesap günüdü. Osu dua eger okusa köp nerse emes koyun bir ayat. Sonda sonu okuganda atananın qarızı moyundan түсüp dur. Biz sonda atananın qarızı moyundan түсürüp, olardın duasını jasap, olarga kızmet jasaumen özümüzdün nesibimizdi molaytamız eken. Endi osunu түсünbesek bizlerge ne joruk endi. Hali endi tuğanдар. Tuğuskandan karım basınası üzgün adamның namazı onun kengirdeginen joğarı çıkmaydı degen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sadakаны bere koy, oku koy, duandı jasay koy, oraza ustay koy. Birak kabul emes. Nege? Sen tuğuskandı izlemedin. Al. Ol tuğuskan atanan bir tuğuskan, anası bir tuğuskan, ake bir tuğuskan degen siyak tuğuskandar köp. Negizden en жақын tuğus, sol atanası bir tuğustar. Al. Endi osunu biz İslamiyet tilimen aytatın bolsak, silay rahim deydi. Karım katnasты ornatуу tuğuskandarымен. Alen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde aytadı, bendemiz. Köpçülük boğan eken el içinde kim yok. Hadiste aytadı, silay rahim, kanday tuğuskan, kaşih deydi. Kaşih degen söz, sonday men köküründe kıcılığı var.
өшпенділік кегі бар туысқанмен қарым-қатынасты үзбеу, соған қарым-қатынас жасауға әрекет жасау. Ал бұлайғы кісіні бұлай, мына жерде пайғамбарымыз каших деген сөзді қолданған. Сондай деңгейдегі туысқанмен қарым-қатынас жасау. Не үшін? Ақырет үшін керек. Пайғамбарымыз сондай қатты туысқандар жөнінде сөздер айтқанда, бір жігіт пайғамбарымыздан сол сөзді естіп, сол жерден тұрып орынып, бір апасы бар екен, соған барыпты. Бармай жүреді екен. Әй, сені қандай жел ұшырды десе, пайғамбарымыз сондай сөздер айтты, ана естігеннен кейін мен шыдай алмады деп алдына барған екен. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, ел болғаннан кейін бәрі бар, ағайын ұрысып қалады, нетеді. Екі туысқан бір-бірімен ұрысып қалса, соның қайсы бұрын тоқтап, кері қайтып, кешірімдік сұраса, сол адам ақыретте жәннаттың қақпасын бірінші аттайды. Босағасын. Имам Хасан радиаллаху анху бір мәселеде имам Хусайын екеуі ұрысып қалды, керісіп. Анау ана жаққа, мынау мына жаққа кетті. Сөйтіп, имам Хусайын үйге барғаннан кейін бір қағаз жазып, қызметкеріне берді, мені ағама апарып берді. Ағасына апарып берді. Ананы оқып, ағасы ашуланды. Менен кешірім сұраңыз деген екен, имам Хусайын. Бұрқырап ашуланады. Соның қызметкері келгеннен кейін не болды? Ағаңыз ашуланып жатыр дейді. Өнеке имам Хусайын екінші қағаз жазады. Мен бабам саллаллаху алейхи вассаламның айтқанын естіп едім. Екі туысқан бір-бірімен дауласып, жанжалдасып қалса, қайсысы бұрын келіп кемшілік қылдым, менен кеңшілік болсын, енді кешімшілік деп, соған өтініш қылып алдына келсек, сұраса өзір, сол адам ақыретте жәннаттың босағасынан бірінші аттайды деген. Мен сізге нәубетіңізді беріп тұрмын, енді сіз тұрып босағадан мен аттауым керек па депті. Содан имам Хасан радиаллаху анху ананың оқып жылап имам Хусайынның алдына келді. Міне осындай жағдайлар исламиятта әр уақытта осындай тағылым тәрбие болады. Туысқан деген нәрсе болмағыр дүниенің боғы үшін бір-бірімен ұрысып, жанжалдасып, кектесіп жүрсе, біріншіден дүниедегі істеген амалдары бекерге кетеді. Ақыретке істеген амалын бар бос болғаннан кейін тіршіліктің қай берекесі бар енді. Соның үшін 3 күн деп белгілейді шариғат. 3 күнде сол даулы болғандар орнына келетін болсын. Ол бір-бірімен кешімшілікке келсін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, мен сендерге бір нәрсені айтайын ба деді. Сахабаларға айтыңыз. Намаздан, оразадан, жихадтан, садақадан бәрінен артық нәрсені айтайын ба? Айтыңыз. Ол даулы болған адамдардың арасын жарастыру деді. Егер жақсылық болса, жанжалды басса, екі туысқанның арасын ынтымаққа келтірсе, сол сөзді айтып араға кіріп жүрген адамның сөзі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, жалған емес. Ол өтірік айтса айтсын, ынтымаққа келтірсе ол жалған емес деді. Шариғатта әсілінде өтірікке келісім жоқ. Бірақ мынандай бүлік болатын, жанжалдау болатын жерде олардың сол сөздерді айтып аралықты ынтымаққа келтіруі бұл үлкен сауаптық жұмыс болады. Бұл жақсылық істейді, ынтымаққа келтіреді. Соның үшін оның айтқаны өтірік емес, ол жалғаншы болмайды деген пайғамбарымыз.
Бұл туған туыстық. Оның дәрежесінде ақиретте дәреже жоқ. Пайғамбарымыз хадистерінде айтады, кейбір сондай туысқандар болады, енді ол кезде аштық, жалаңаштық. Біреудің ас тамағы бар, енді туысқаны келеді, еш болмаса, сол ана ас қалдығының, ас қатығының қалдығын сарықтын ішейікші деп келеді. Сонда сарықтын бермесеңдер, Құдай алдында маған сарықтын бермеді деп дауласады. Соған не айтасыңдар деген. Яғни, Аллах Тағала соның ақысы оланы беру керек. Оны алу керек еді. Онаны бермей махрум етіп тұр. Соның үшін мүмкіндік барынша, мүмкіндігі болғанша, сондай көмек берем десе, бірінші туған туысқандар маңайына қарасын. Маңайында сондай мұқтаж адамдар бар ма? Бар. Кім? Қандай жағдайда? Міне соларға қол ұшын беру жағдайын қарастыру керек екен. Бір кісі пайғамбарымызға сахабаларынан, я Расулалла, мен құл азат еттім деді. Онысы жақсы. Ол үлкен сауап. Бірақ айтты пайғамбарымыз, оны сен ана мұқтаж туысқандарыңа бергеніңде, әрі анау сауап, әрі туысқандық сауапты қатар алар едің. Ананы да алар едің, мынаны да алар едің деді. Мұсылмандардың бір-бірден ақысы жетіп жатыр. Пайғамбарымыз хадисінде айтады, үш түрлі ақысы бар. Үш түрлі адамның үш түрлі ақысы бар, маңайдағы көрші. Мысалы үшін біреу көрші. Мұсылман емес. Ол көрші болғандығы үшін көршілік ақысы бар. Енді біреу мұсылман. Оның әрі мұсылмандық, әрі көршілік ақысы бар. Ал екінші біреу, үшінші біреу ол туысқан. Ол екі ақының үстіне туысқандық ақысы бар. Шариғат соның барлығын есептейді. Соның үшін біз туған туысты барлығын ретімен ойлауымыз керек. Бір мәртебе бір сахаба, я Расулалла, мен не қылайын? Қандай істесем, амал істесем маған жақсы болады. Ата-анама мысалы жақсылық істесем қандай болады? Дегенде су ішкіз деді. Су ішкізу. Ол кісі құдық қазды, жұртқа садақа қылды, ата-анамның атынан деді. Енді бір сахаба сұрады. Мен ата-анама өлгеннен кейін оларға жақсылық ететін жолым бар ма, ештеңе бар ма? Не бар? Ата-анаңа жақсылық етудің жолы бар деді. Ата-ананың атынан ауызашар беруге, ата-ананың атынан құрбан шалуға, ата-ананың атынан садақа беруге, ата-анаңа дұға қылуға бәрі де дұрыс. Хазірет Абу Хурайра радиаллаху анху риуаят еткен хадисте айтады. Құдай қасында бір бәнде жаза көріп атады. Сонда бір кезде бәндеге жақсылық жағдайы келеді. Содан енді анау жаза көріп атқан адам маған мынау жақсылық қалай болды деп сұрайды екен бейшара. Сонда жаратқан Алла, мен мынаған қалай жетіп қалдым, маған не болды мынау деп. Сонда сенің балаң саған истиғфар айтты. Алланың кешірімін сұрады дейді екен. Демек, баласының со бір ауыз ата-анамды Құдая өзің ата-анамды жарылқа деп айтқан дұғасы үшін ол Құдай қасында сондай дәрежеге қол жеткізіп тұр деген сөз. Демек, бұл ата-анаға баланың дұғасы ерекше. Оны арнайы жұрт шақырып, садақа беріп бірдеңе ету емес. Жай ғана бір ауыз ата-анасына Алланың рахметін сұрап дұға ету, оған соншалық дәрежеде пайдасы тиетін болып тұр.
Bir ayel geldi, ya Resulallah, mening anam qajılıqqa bargan жоқ edi. Men onun atından qajılıqqa barsam болады ма degende ol kişi ya dedi. Болады. Eğer ananın qarzı bolsa tölörmedin dedi Peygamberimiz. Ya tölör edim. Sol sekildi bu Құдайдың ақысы. Qajılıqqa barу mündet edi, жасай алмапты, енді sen жасайсың. Atananın atынан dedi. Mine endi bunday нәрселерді bizler de misal үшін өткен ата-бабаларымызға жасасақ болады. Abdullah Hazreti Ali radıyallahu anhudan rivayette var. Bir günü ol kişi екі қойды ayağını байлап, мойындарына ayağını салып отырған екен, құрбан шалайын деп. Bir adam niye қыласыз dedi. Құрбан шалмақшымын dedi. Мына екі қойда енді. Ол анау сұрап атқаны сол үшін енді. Қой екеу. Біреуі өзім үшін деді. Екіншісі пайғамбарымыз үшін. Пайғамбарымыз менен кейінде менің атымнан құрбан шал деп айтып еді деді. Енді Hazreti Ali пайғамбарымызға немере туыс. Демек біздердің әкелеріміздің інісі, ағасы, сондай туысқандар бар болса, апа қарындасы деген сияқты. Солардың атына да жаңағыдай қайыр ықсан жасап, ауызашар беріп, басқаның құрбан шалып, басқа қылып, егер оларға нетсек, шариғат үкімінше дұрыс болады. Яғни сөкеттігі жоқ, теріс емес, иншалла. Соның үшін біз әрбір нәрсеге мән бере қарауымыз керек. Әбу Зар Ғифари радиаллаху анхудан келген бір риwayat бар. Ата-анаңа жақсылық қыл, ата-анаңа бағын деп пайғамбарымыз соны айтып сөйлеп тұрғанда, я Расулалла, ва ин зана ва ин сарақа деп сұрақ берген. Әбу Зар, зина қылса да, олар ұрлық қылса да, бағынамыз ата-анамызға. Пайғамбарымыз ва ин зана ва ин сарақа деді. Ұрлық қылса да, зина қылса да бағынасың, сыйлайсың ата-анаңды. Ол қайтадан вайын зана вайын сарақа. Пайғамбарымыз да вайын зана вайын сарақа. Үшінші қабат вайын зана вайын сарақа деді ол. Сонда пайғамбарымыз урғима анфур Абизар вайын зана вайын сарақа деді. Өй, Әбу Зар, мұрның топыраққа батсын сенің. Атанаң зина қылса да, ұрлық қылса да соларды сыйлайсың, құрмет қыласың. Ал, неге? Өйткені ата-ананың қылған қылмысының, күнәсінің есебін алатын құдірет басқа, сенің жұмысың бөлек, сенің қызметің ол бәнденің арасындағы қызмет. Сен ата-анаңа өзінің перзент ретіндегі хақысын төлеу. Ол сенің оның қылмысын тексеретін хақың жоқ. Кім болса ол болсын. Соның үшін біздің бұрынғылардан Әбу Бәкір кердері, Аллаху алам, ата-анаң ит болса қапасқа салып байлап бақ деген сөз айтқан. Ол кәрілердің үйіне апарып таста, анау мынау деген сөз жоқ шариғатта. Соның үшін еш қашан ата-анасын жылатып, ренжітіп, жаңағыдай жағдайға түсірген адамдарға Аллаху алам, Құдай тағаланың қаһары келіп тұрады. Оған кешірім болу өте қиын нәрсе. Әл-Хадар бұндай нәрседен сақ болу керек. Алған қатыны бас алтын көті күміс болса да, шариғат үкім бойынша туған туысқа теріс қарататын қатынды талақ етіп жіберу керек. Оның қажет жоқ. Бас ауыртып отырудың керегі жоқ. Керек болатын болса, тілі шайпау, мінезі жаман қатынды қатын қылып, әлі сол ұстап жүрген еркектің Аллаға дұғасы қабыл емес деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Соның үшін ондай оңбайтын сұмырай қатындарға үйдің маңдайына жазып қою керек. Тілі шайпау, мінезі жаман қатындардың талақ түсіп кетуі мүмкін. Дұға қабыл емес болғаннан кейін не болды тірлік? Одан есек жақсы, мінеп андамында барып келеді. Алла өзі сақтасын. Алла тауфық берсін. Ассаламу алейкум.